6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Mağırap mınalarında ön öşpedім. Әй шалау, енді не істейміз? Қорадағы шөп таусылды, мыналардан да обал болды. Шөп орып келер шамаң бар ма өзі? Ай, белім жарамайды. Шал қораққа да білектің күші керек. Қозылақ кезінде осыларды сатып әкелген өзің емес пе? Ешкі болады деп алғаның серке, қойың тоқты боп шыққан жоқ па? Ей, қайдан білейін тұқымың көбейгірлерді? Еркек мал көбейуші ме? Сен одан да оларды базарға апарып сатып жіберенді. Қайтеміз? Жарайды, сатсам сатып жіберейін. Ей, тоқта. Менің құлағым шалыс естімесе, базарға апарып екеуін де сатып жіберейік деді ме? Екеу деген кім сонда? Біз бе? Өлмеймін, серке. Бізден басқа мына қорада сатылатын ешкім жоқ қой. Ей, сатқаны қалай сонда? Бізді, тоқты мен серкені мал сияқты сүйреп апарып, бөтен біреуге сата салмақшы ма? Сонда біздің құқығымыз қайда? Біз арызданамыз. Қайда? Кімге? Бүкіл әлемді жануарларды қорғау ұйымына, Гринписке. Енді бәрі кеш. Ертең таң ата бізді мал базарға апарады. Жоқ, мен бармаймын. Мен арықпын ғой. Міне, қараса, құрысүйек. Арық мал базарда өтпейді. Өтедей, арзанға өтеді. Одан да басқа нәрсе ойластырайық. Базарға сатылатын кезде менің басым істемей, ойлана алмай қалам. Ал бізді сатып алған адам сойып жеп қойсашы. Қазанда қайнап жатқан басымды ойласам, басым қатып кетеді. Ал құлағымды кесіп, бір балаға бередім. Қош бол, тоқты досым. Ой, қоя тұршы серке. Мен ойланайын. Таң атқанша бір мәнісі болар. Ей, тоқта, тұр, таң атты. Тұрсаң енді. Ата оянса, шаруамыз бітті дей бер. Бірден ойлап таптың ба өзің? Серке, я таптым. Біз шөпті өзіміз орып, қораға жинауымыз керек. Әне, атаның орағы тұр. Мен орамын, сен жинайсың. Табылған ақыл. Қорада шөп көп болса, бізді сатпайды. Қарын тоқ, уайым жоқ. Ой, қазан басым. Кеттік онда. Karnım şırıldап барады. Сен өзің не жеп отырсың? Бүлдіргенде с дәрумені бар дейді. Ал етте е дәрумені бар. Қасқырлар ет жеу керек, ет. Бүлдірген теріп жеп жүргенімізді масқалар көрсе масқар емес пе? Ту, енді қайтеміз. Біреу бізге таңсәрден қойдың етін дайындап тұр ма екен? Масқара, сендерді де бөрі дейді-ау. Анда тоқты мен серке орманға келіп өздері шөп орып жүр. Ал сендер аштан бұралып жеміс жидек жеп отырсыңдар. Масқара! Не дейді? Біздің орманда тоқты мен серке жүр дей ме? Міне саған е дәрумен кетті. Таста анау бүлдіргеніңді. Бір азығы жолда, түсірейік қолға, кеттік. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деген. Мұна шөп енді бізге 2 қысқа жетеді. Бұйырса деңдер. Бұйырса. Тоқта. Не болды? Шөптерің таусылды ма? Бізде де азық таусылды. Бізде азық жоқ. Орманға келген сендерде жазық жоқ. Жігіттер, тоқтаңдар.
келсейік, бірден басталған бір түрлі ят емес пе? Біз сендерге қонақ емеспіз бе? Мынау не деп тұр өзі? Қазір қонаққа қой сойып береміз. Сендерді мұнда Құдай айдап келді. Біздің тілегіміз қабыл болып, алдымызға ас келді. Ал, ас болсын, жігіттер. Бұйырса деңдер, мына шалғы сирақтарыңды қылыштай қырқып түседі. Серке, көрсет өнеріңді. Тегіреймін. Мүмкін келсерміз. Қарулары жаман екен. Бұғып қалсақ, құлағымызы кесіп кететін сияқты. Мен де жаңа бүлдіргенге тойып қалыппын. Сен шықсаңшы. Неге мен? Жарайды, біз ақылдасып алайық. Ей, сендердің шөптеріңді алып кететін арбаларың қайда? Арбаны алып келеміз. Түс қайта. Онда біз де түс қайта келерміз. Шөптеріңді ора беріңдер. Кеттік жігіттер. Осы шөп құрғырды әкетпей қоямыз ба? Әкетеміз. Менде бір ой бар. Қойда ой көп. Қазақта той көп дегендей. Айтсаң шеді тоқта. Арбаға мына шөп тартсақ, екеуміз тартамай қаламыз. Арбаны біз тартпаймыз. Енді кім тартады? Бұл маңда арбаға жегетін есек те ат та жоқ. Біз бұқаға барып сөйлесеміз. Ол неме, өгіздей боп арбаны сүйреуге көне қояр ма екен? Көнеді. Оғанда қыста жейтін шөп керек. Жүр, кеттік. Ей, не болды? Шай жүрсіңдер ме? Шай ішесің дейсіңдер ме? Жоқ, асығыспыз. Сен не, Серке, мен ойнап тұрмысың? Жоқ, әзір ғой. Бір жерден естіген едім да. Тоқта, Айтсаңшы келген шаруамызды. Мә, бұқа, бұйыл қыс қатты болады дейді. Немене, мені жаурайды дейсің бе? Менің терім қалың, суыққа да шыдаймын. Суыққа шыдарсың ау. Аштыққа ше. Қыс қатты болса, шөп керек. Ал саған шөп көп керек. Бізден 4-5 есе көп жейсің. рас қой, тоқта. Сонымен не дейсің? Қораларыңа қосып алмақпысыңдар? Жоға, ол денегенің көңіліміз кең болғанмен қорамыз тар. Бұқа, біз саған қысқа жетерлік шөп ұрып, дайындап қойдық. Қай жерге түсіріп берейік? Ого, рас па? Бұл ненің құрметіне? Кешір бұқа, бұлай ғой. Біз орманнан шөп ұрып дайындап қойдық. Ақыр орып жатырмыз ғой деп, саған да қысқа сыбағаңды дайындап қойдық. Тек арбамен алып келуге көмектессең болды. Жолдан біздің қораға шөбімізді түсіріп кетесің. Қалай? Келістік пе? Шөптің жартысы менікі болады. 3-тен 1. Біздің еңбегіміз бар дегендей, оның үстіне екеуміз 3-ке бөлейік. Жарайды, келістік. Арбаларың қайда? Бәрекелді. Арбада сынбайтын, өгізде өлмейтін келсін болды. Бұл жайы мақал мәтел ғой. Кеттік, тоқта. Арбана керейік. Тоқтымен Серке шықты ауылға, қызықтап айналаның бәрін. Дауылмен жолықса да жауынға, достықтың шырқап бірге әнін. Доқты көргенде жасыл шөпті, көздері жайнап оянып құмары тоңпаңдап шығады. Серке бәрінен тұрып ерте бастайды әнін, секеңдеп үнемі мәз болып жүреді. Ал, енді көрейік сайысып, мына ағашқа шаншып алып, отқа қақтаймыз. Өй, қойшы сенде. Қай қасқырды көрдің, қойды отқа қақтап жеген? Жүріңдер, қалай жесек те жейік шәйтеуір.
азу тісім қышып тұр, ет жегісі келіп. Я, ет жемесең түсіңе кіреді. Жесең тісіңе кіреді. Бүгін бір ет жеп, тіс шұқитын болдық. Тіс шұқимыз деп мұрын шығып қалмайық. Кеттік, тезірек. Әне, келе жатыр. Анауғым, өгіздей бұл арбаны сүйреп келе жатқан. Ол өгіз. Қап, қайдан ғана келе қалды екен. Бөрлер, біз қарулымыз. Өгіздің мүйізі болса, бізде міне найза бар. Қане, жүріңдер. Мыналар кімдер? Ей, сендерге не керек? Жолдан бұлай тұрыңдар. Бөрлер, қашпаймыз. Бұқа, біз саған тимейміз. Шөбіңді алда өте бер. Бізге мына екеуі де жетеді. Шөптің бәрі сенікі, тоқты мен серке біздікі. Келістік бе? Шөптің бәрі менікі ме? Жарайды, келістік. Онда мен өтіп кетейін. Ей, бұқа, мұның не? Шөпке бола достық саттың ба? Кешіріңдер, биыл қыс қатты болатын болса, шөптің 1/3 бөлігі маған аздық етеді ау. Арбадағы шөпті өзім түсіріп алам. Айып етпеңдер. Бар, бара бер бұқа. Сатқын, қорқақ. Тфу. Жарайсың, көкжалым. Ей, қасқырлар, бізді жемек ойларың болса, алдымен арттарыңа қарап алыңдар. Жарайсың, бұқа. Рахмет саған. Рахметің қыстамаған азық болмайды. Ертең маған бір арба шөп түсіріп бересіңдер. Келістік пе? Келістік. Түнімен сүйектерім сыздап, қақсап шықты. Белімді сыр беріп. Балық жеу керек. Кальций жетіспейді де. Әне қармағың. Барда балық аулап кел. Балық аулайтын бала деппең мені. Көл алыс. Тізелерім қақсайды. Балықтың майы да пайдалы. Өзім барайын ба енді ел жұртқа күлкі болып? Естінің бе тоқты? Көлге барып балық ұстайық. Атаға ем болсын. Әйтпесе, ертең бізге шөп беруге жармай қалып жүрер. Оның рас серке, барсақ барайық. Демалыс деп осын айт. Ал, ұрыста дұрыс жоқ. Әкел әлгі жауын құрттарды. Мәне. Ақ балық, ау ақ балық, қармағымды қап балық. Ал қаппаса ше. Қабады. Ал тартқаны. О, алтын балық, қарашы, жалшылды деді. Иә, ата қуанатын болды. Мені жіберіңдерші, өтінемін. Ой, мына балық сөйлеп жатыр ғой. Балықтар сөйлемеуші еді. Мен алтын балықпын. Жіберсеңдер, 3 тілектеріңді орындаймын. 3 тілек орындайым дейді. Тапқан екенсің ақмақты. Қысқасы, 5 тілек орындайсың. Әйтпесе, қуырып жейміз. Солай ма, тоқты? Мен балық жемеймін ғой. Ой, сен де. Ата қалып барамыз. Солар жейді ғой. 5 тілек көп қой. О бастан 3 тілек орындап жүрмін. Олай болса, мен 3 тілек. Тоқты 3 тілек. Орында да кете бер. Не боп кетті өзі? 6 тілек болды ма? Лимит 3 тілек. Болмаса, қуырып жей беріңдер. Қап мұнан ая. Не істейміз, тоқты? Білмейм серке. Жібере салайық та. Басқа жай балықтар түсер тағы да. Жоқ. Бұл бар басқа балықтарға айтып қояды. Көзінен көріп тұрмын. Жарайды. Сендер үшін
тағы бір тілек қостым. 4 тілек айтыңдар да, жіберіңдер мені. Жандәтті я. Енді сен маған дәмді шөп тауып бер. Дәмі ерекше болсын. Мен алдымен оның дәмін көрім келеді. Мінеки? Шой мынау. Болмайды. Бір тілек кетті, 3 қалды. Қалайша? Тоқты. Мынау бізді алдап тұр. Меніңше дұрыс айтып тұр. Сен шөп дедің, ол берді. Ой, сен де. Маған емес балыққа жақтасқаның не? Жарай, бұлай едейік. Менің алдыма әлгі қасқырларды алып келші. Көрейік. Тоқта, олар қауіпті ғой. Әкел. Бірақ олар қойдан да жуас болсын. Менің алдымда бастарын ейсін. Бұл 2-ші тілек. Серке, тоқты. Бұлар қайдан жүр? Бұл біздің түсіміз ау. Түс болса да жеп, қарын тойдырып алайық. Ойбаю. Ал енді билеп берсін. Қане, билеңді. Билегеніңіз. Бұл 3-ші тілек. Ой, сен де бір есептесіп қалған балық екенсің. Билесін қасқырлар. Сен 3 тілек айттың. Түкке пайдасыз тілектер. Енді мен айтам. Мазақ еткенді көрсетейін. Айта қой. Сөйтті, қораңа қайта қой. Қазір сәл ойланып алайын. Тезірек ойлан, ауа жетпей жатыр маған. Тоқты, қасқырлар келсін. Құйрықтарынан тебейік жақсылап. Жоқ. Бұлай ет балық. Болды, орындалды. Ал енді мені суға жіберіңдер. 4 тілектің бәрін орындадым ғой. Жарайды. Бар. Енді ұсталса, 10 тілек орындайсың. Ұқтың ба? Ақымақ теке. Әй, кемпір, менің белім жазылып кетті. Мені қараш, тіптен ауырмайды. Жақсы бопты. Онда барып құдықтан су әкеле қойшы әне. Әкелемін несі бар? Жарайсың, тоқты. Сенің тілегің мықты тілек болды. Ал бірақ, менің тілегім де жаман емес ей. Естимісің, тоқты? Қасқырлар олып жатыр. Жақын маңнан. Атам мылтығын атса, жоламайды. Даусынан қорқады. Өй, атамның мылтық атпағаны қашан? Қасқырлар қорқыныш дегенді мүлде ұмытты. Bir күні қораға шапса қайтеміз? Қайтеміз. Қасқырларға шен боламыз да. Жақын қарсын, тоқта. Қайдағын айтпашы. Атаның мылтығын өзіміз алып атып көрейік. Қасқырларды ма? Өй, жоға! Жақынырақ барып, аспанға 2 рет атсақ болды. Қасқырлар жоламай, безіп кетпей ме? Жарайды онда. Сөйтсек сөйтейік. Кеттік ендеше. Абайла, апа оянып кетпесін. Әне, мылтық. Қазір. Тыңдашы.
Қане тоқта. Тарс. Тәл қазір алдымнан арыстан шықса да сескенбеймін. Ей, арыстан, бер кел мұнда. Шашың өсіп кетіпті ғой, сабалақ боп демесем. Ей, мақтаншағым-ай. Қазір көреміз, не айтарыңды? Несі бар? Қасқырларға айтып тастайын беттеріне. Ит екенсіңдер ғой деймін. Күшік, жоқ, мысық екенсіңдер ғой деймін. Жол болсын. Не болды? Қасқыр көргенде үркіп кеттіңдер. Кім үркіп тұр? Біз шай нетіп, тоқты айтсаңшы. Ей, Мылтық, сен де ғой, өзің айта беренді. Айтпақшы Мылтық, менде екен ғой. Онда бұлай. Қане, 2 қадам артқа шегініңдер. Әйтпесе, атаман. Ой, қой Серке, біз ойнап айтамыз. Қолыңдағыны құртшы, атылып кетіп жүрер. Бет аулақ құрысын. Тарчары. Аха, қане, 5 рет отырып тұрыңдар. Естімедіңдер ма не? Отырып тұрыңдар. Жылдам. 1, 2, 3, 4, 5. Ал енді секіріңдер. Секір. Жақсылап секір. Ал енді айналыңдар. Тезірек. Оңға қарай. Болды, жетер. Атсаң аттысы. Секірмеймді, айналмайымды. Немене? Масқара болдық қой. Сендер не? Мені ойнап тұр деймісіңдер? Көрсетеміз қазір сендерге. Серке, атсаң шенді. Не болды? Тоқта, оқ қайда? Білмеймін, Серке. Атылмады ғой? Оқ жоқ па не? Серке? Ал не болды енді? Оғы жоқ Мылтық, таяқпен тең. Өздерінше бізді қорқытпақшы. Қане, берші Мылтықта. Таяқты да қару етсе, шоқпармен тең. Мәсіған. Қане жақындаңдар. Аяқтарыңды сындыра. Соқ, тоқта! Мәсіған. Ал, енді не дейсіңдер? Жарайсың, тоқта. Мылтықсыз ақ енді қораға жоламайтын шығар олар. Мен екеумізді қорғадым. Негізі Мылтық бізді қорғау керек еді. Ей, сендей досым барда мені ешқандай да жауала алмайды. Өйткені жүрегі дауаламайды. Солай емес пе, тоқта? Тоқты мен Серке шықты ауылға, қызықтап айналаның бәрін. Дауыл мен жолықса да жауынға, достықтың шырқап бірге әнін. Тоқты көргенде жасыл шықты, көздері жайнап оянып құмары тоңпаңдап шығады. Серке бәрінен тұрып ерте бастайды әнін, секеңдеп үнемі мәз болып жүреді. Тоқты досым, екеуміз осылай жата береміз бе? Іште қызып кетті. Ойын ойнауға қалай қарайсың? Қайдам? Қандай ойын ол? Жасырынбақ ойнайық. Сен іздейсің, мен жасырынамын. Ал тапсаң, мен сен іздеймін. Қалай? Онда кім бірінші жасырынады? Соны шешіп алайық. Мәселен, кімнің кекілі ұзын болса, сол жасырынсын. Қане, өлшейміз бе? Жоқ. Кімнің салмағы ауыр болса, сол бірінші жасырынсын. Келістік пе? Болмайды. Кел,
санама қайтайық. Кім шықса, сол іздейді. Қалай ет? 1 дегенім бесік, 2 дегенім есік, 3 дегенім үкі, үйі оның тесік. Не боп кетті өзі? Үкінің үйі ағаштан ойылған, тесік дейм. Әр қарай. Ұядағы сары шымшық, тез ұшып шық. Әне тоқта. Ал енді тез көзіңді жым, мен жасырынайын. Жарайды. 10-ға дейін санаймын. Қайда жасырынсам екен? 2. Әй, сен көзіңді ашпа, қарама. 4. 5. 6. Қайда жасырынсам екен, 7. 8. 9. 10. Ал іздеймін. Іздей берейін бе? Іздей берейін бе деймін? Сен қулық жасадың, тоқты. Іздеймін бе деген сұраққа деп жауап беруге мәжбүр болдым. Мен жай сұрадым. Жауап бермесең де болар еді ғой. Ай, жарайды. Енді сен жасырын, мен іздейін. Онда көзіңді жұмда, 10 рет сана. Ей, тоқта, қорадан шығуға болмайды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Болды, болмағаның қалды. Қазір. Мұнда жоқ, қайда екен? Қайда құрып кетті екен? Жер жұтты ма, қайда жоғалып кетті? Тоқта, шық, сен жеңдің. Қане шық. Ой, сен өзі көктен түстің бе? Шөптен түстім. Сен бар ғой, сен мені алдап соқтың. Мен қорадан шықпау керек дедім, ал сен төбеге шықтың. Бә, шөп қорада емес бе? Мен тек үстіне шықтым. Қорадан шыққан жоқпын ғой. Сен мені бәрібір алдап соқтың. Мен енді сенімен сөйлеспеймін. Қазір мен мына қораны 2-ге бөлем. Қойсаң шекі. Қой алмайым. Өй, мұның не? Міне, осы сызықтан өтуші болма, ұқтың ба? Бұл да ойын ба сонда? Жоқ, бұл ойын емес. 1 қадам баспайсың, мына сызықтан аспайсың. Жарайды, өзің біл. Мен барып демалайын. Шайт. Ай, келе қойыңдар. Шөл деген боласыңдар. Күнде қатты кетті. Су салқын, рахат екен. Күнде ысып кетті, шөлдетім. Қазір. Қане, тартып алайын. Ой, қап, енді қайтты ма? Тоқта, енді қорамыз бір болған соң, шөпте суда ортақ емес пе? Жарайды, мен сені кешірдім. Мына сызықты да өшірдім. Енді өте берсек болады. Ойының башының ба? Білмей қалды қой тіпті. Ойнап айтсаң да, ойлап айтқан дұрыс екен. Мен соны түсіндім. Қорамыз бір болған соң, шөп пен суды бөліспейік, ешқашан керіспейік.
Көңіліміз жайлы, құйрығымыз майлы болсын. Майлы дейсің бе?